Жаңа туылған сәбилерге не себепті ит көйлек кигізіледі? Ит қуу деген ғұрып та бар. Ит көйлек немесе итжиде сәбидің қырқынан шығарылғанша киетін көйлегі. Бұл қазақтың ежелден келе жатқан салты. Сәбидің денесіне батпау үшін тігісі сыртына қаратылып, жүрмелеп, іліп қана тігіледі. Кейде оны көп өмір сүрген ата-әжелердің киімінің қалдығынан да тіккен. Бұл әрине өмірге келген сәбиге сол кісілердің жолын беріп, ұзақ өмір сүрсін деген ниетте. Етегін, шеттерін бүкпей, кең, мол, үлкен етіп тігуін нәрестенің жақсы өсіп, жасының ұзақ болуын тілеуден туған. Ит көйлекті баланың кіндік шешесі тігеді. Бұл киімнің шығуы, тарихы туралы ел арасында мынандай аңыз бар. Алла тағала адамның мүсінін жаратқанда, оның кіндігінен алынған бір шөкім балшықтан итті жаратады. Иттің үнемі адамнан айырылмай, қайда барса да иесінің мал-мүлкін қарап, адамға серік болып жүретін себебі сол екен. Кіндік балшығынан жаралған соң, алғашында оның терісі түксіз, жалаңаш болыпты. Адам ата жаралған соң, оны 40 күн, 40 түн ит күзетіпті. Ібіліс адамға жақын келіп, Алла сені несіне жаратқан, түрің құрсын, деп адамның бетіне түкіріп жібереді. Сол сәтте ит адамды қорғап, Ібіліске тап береді. Ібіліс итке ашуланып, қаһарын төгеді. Ібілістің қаһары асып түсіп, ит тоңып өледі. Алла тағала иттің ерлігіне риза болып, оны қайта тірілтіп, денесін жүні қалың терімен қаптайды. Адамның шаңырағына мекен береді. Жаңа туған баланы да пәле-желеден қорғасын деп, ит көйлек кигізіп, ырымдау содан қалыпты. Бала қырқынан шыққан соң, ит көйлектің ішіне тәттілерді түйіп, иттің мойнына байлап жібереді. Бала итті қуып жетіп, түйілген тәттіні бөліп алып, оны иесіне қайта тапсырады. Бұл ғұрып ит қуу деп аталады. Мәні, сәбидің пәле жаласынан 40 жаны бар, ит өзімен бірге алып кетеді деп сенген. Балаға иттің жүйрік, алғыр қасиеттері дариды. Сәби күшікке бауырын тез көтеріп, жаны берік, итжанды болады деп ырымдаған. Қазақта итжанды деген сөз адамның төзімділігі мен мықтылығын қатысты айтылады. Баламыз көп болсын деген ниетпен алғашқы сәбиге кигізген ит көйлекті келесі балаға да сақтап қоятын ырымы да болған. Үйге сәби шақырып тұрады деп сақтап қоюмен қатар, ит көйлекті баласы жоқ келіншектер ырым ретінде алатын да дәстүр бар. Ертеде дауға сапарға шыққан адамдар, жауға шапқан батырлар баланың ит көйлегін сақтап, өзімен бірге алып жүрсе, пәле жаладан сақтап, баланың періштесі қағып, аман-есен сапардан алып келеді деп сенген. Ит көйлек атының шығуы, оның иттің мойнына байлағанына да емес, халық итті 7 қазынаның бірі деп бағалауында жатыр екен. Иттің де адамға жасаған жақсылығы көп. Иесіне адал, жануарлардың достыққа адалдығы, төзімділігі, сатқындыққа бармайтыны секілді жақсы қасиеттерінен жұқсын деп ит көйлек атала кеткен. Қазіргі таңда ешкім арнайы өз қолымен ит көйлек тікпейді. Қариялардың көйлегінен де арнайылап тікпейді. Барлығы дайын күйде сатып жатқандықтан, сатып алғаны қолайлы көрінетін шығар. Дегенмен ит көйлектің артықшылықтарын ескере жүрген абзал. Ит көйлектің де тарихын білдіңіздер. Менің пайдалы кеңестерім сіздерге ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған пайдалы кеңестер бір арнасы.